Құрметті көрермендер, өздеріңізге уәде еткендей қонақжай студиямыздың төріне өзіңізбен сүбелі сұхбат өткізуге бүгінгі біздің қадірменді қонағымыз келіп отыр. Ендеше Әсел бүгінгі біздің құрметті қонағымызды көрермендерге таныстырып өт. Бүгін бізде студия төрінде қонақта Астана қаласының ұлттық ғылыми медициналық орталығының кардиохирург аға дәрігері Тұяқбаев Бауыржан Мырзабайұлы қонаққа келген болатын. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Енді алғашқы сауалымызда осы ұлттық ғылыми медициналық орталығының құрамы жайында, міндеті және қызметі жайында сұрап өтсек. Ұлттық ғылыми медициналық орталық осы 2001 жылы президентіміздің ұсынысы бойынша осы клиника салынған. Ұлттық ғылыми орталық ретінде осы Қазақстандағы түкпіл науқастарға көмек ретінде жаңағы высокоспециализированный медициналық помощь, жоғарғы медициналық көмек көрсету үшін ашылған и сол жерде жүрекке бірінші операция жасалған центр болып саналады. Қазақстанда сол жерде басталған осы жүрекке операция жасау. Енді біздің мақсатымыз бұл жерде балалар кардиохирургия отделениесі бар. Балалар кардиохирургия отделениесі сол 2003 жылдан бері біз жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол центрде мен 2011-ден бері кардиохирург маманы болып жұмыс істеймін. Біздің орталықта енді жылына 1000-ға жуық балаға операция жасалады. Қазақстанның жаңағы 20 облыс болса, 20 облысынан келіп, 1000-ға жуық жаңағы портал дейді ғой, тегін ОСМС арқылы осы балдар операция жасалып, аяққа тұрғызып, ол балдарды осындай біз ем жүргізіп жатырмыз. Енді біздің клиникада дәрігерлердің бәрі осы шетелде білім алған, кардиохирург, кардиолог, реанимация дәрігерлер, мамандар осы жұмысты жүргізіп жатыр. Жалпы жүрек ауруларын алдын алу үшін не істеу қажет? Енді жүрек ақауы оншақты жаңағы причина дейді ғой енді. Мәселе оншақты причинасы бар. Бірінші ол енді анасы бірінші айлықта жаңа құрсақ көтерген кезде сырттан бөгде заттардың әсерінен, это яғни инфекция дейді, сосын мынау қызылша ауру деген бар, сосын мынау жалпақ тілде тұмау дейді ғой, тұмау деген бар, сосын дәрілер, сильнодействующий дәрілер болады, учетта тұратын дәрілер, соларды ішетін болса, сосын радиация дейді тағы, осындай жағдайлардың әсерінен сол бірінші айлығында бала жүрек жаралып жатқан кезде, сол кезде сырттан әсер болған кезде сонда ақау пайда болады. Сол ақаумен бұл балдар өмірге туылады. Енді оны алдын алу үшін бұл балдар, аналар, әкелер енді баланы өмірге келу үшін ответственность болу керек, үлкен ответственность. Жаңағы тұрғылықты жердегі жергілікті поликлиника дейді ғой, сол жерде бұл ата-аналар обследование дейді ғой, тексерулерден өтіп, обследование өтіп, сол жердегі бүкіл организмдерінің жаңағы дайын екенін біліп, сол кезден бастап құрсақ көтерсе ана жүректің ақауын жаңағы болдырмауға әрекет жасауға болады. Яғни жүктілікте мейлінше алдын ала жоспарлау керек қой? Алдын ала жоспарлау керек. Это өте қазіргі заманда енді біз дәрігерлердің айтып жатқанымыз осы бірден бір шара болып саналады. Жүрек ақауының жаңағы көптік болмау үшін, бала ондай пайда болмау үшін осындай жағдай жасаса, ол балдар дені сау болып туылады. Аға, енді тағы бір көптің көкейінде жүрген бір сұрақты қойғым келіп отыр. Осы жүрек аурулары жалпы тұқым қуалайды ма? Енді ол туралы толық доказательство дейді, ол жоқ, но кейбір ғалымдар айтады, да, ондай мәселелер бар дейді. Жаңағы біздің қазақтың сөзінде де бар ғой, жаңағы қарап, көріп дегендей, сол сияқты. Ондай әлі толық доказать етіп шығарған жоқ, но ондай жорамалдар да бар. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, жүктілік кезінде абай болу керек дедіңіз. Яғни жүктілік кезінде балада жүрегіне шуылу пайда болса, оның қаупі бар ма, одан қаншалықты сақтану керек деген сауалға жауап берсеңіз? Енді Қазақстанда 3000-ға жуық жүрек ақауымен балалар туылады. Статистика бойынша туылған балдардың сол 3000 баланың туылған баланың 2500 балаға операция жасалу керек.
оларға міндетті түрде операция жасау керек, ол балдар жаңағы аман қалу үшін. Ол енді ол ақаудың да енді толық түсіндіріп айтып кетейін. Ол ақаудың өзі біз енді екіге бөлеміз, хирургтар. Көк ақау дейді, синий порог деп аталады, и бледный порог дейді, ол жаңағы ақ енді білінбейтін түрі. Ана көк ақау деген сөз, ол бала туылған кезде бірінші, екінші аптасында бала көкшілдеу, ерінің үсті көк, жаңағы баланың салмағы өте аздау, әл жуас дейді ғой, әлсіз, салмақ қоспайды, жиі ауырады. Одан кейін бет аузы өзі көкшілдеу болып тұрады бала. Енді сатурация деген нәрсе бар, біз қанның кислородпен қаншалықты қамтамасыз етіп отқан туралы өлшейтін аппараттар бар. Соны өлшегенде олардың сатурациялары төмендеу болады. Сол нәрсе ол көк деген сөз. Ол ақауларға міндетті түрде операция жасау керек. Ол ақауларды жедел түрде жаңағы дәрігерлерге көрініп, сол жерде нақты диагнозын қойып, бізге кардиохирургтарға шығып, ол балаларға операция жасау керек. Енді екінші түрі бар, ол ақ дейді, олар білінбейді. Олармен ол балдар ұзақ жүреді. Ол балдарда сол 5-6 жастарына келген кезде жаңағы ол балдардың жиі ауыра бастайды. Шаршағыштық пайда болады. Сабақтың үстінде толық отырамайды. Ол сабақтың үстінде шаршадым дейді. Сосын жаңағы салмақ қоспайды, тершең болады. Сондай жағдайларда ол балдарды кейбір ақаулар міндетті түрде шумда болмайды, ода шумда естілмейді. Бүкіл ақаудың көбісінде шум болады жүрегінде, кейбіреулерінде болмайды олар шум. Ол кейін пайда болуы мүмкін, 15-10 жастарында. Вот сондай жағдайлар болатын болса, қазір енді медицина доступна, бәріне қолжетімді. Жаңа тұрғылықты жердегі дәрігеріне, педиатр дейді, одан кейін кардиолог дәрігерге барып көрініп сол жерде, жаңағы керек болатын болса, орда дәрігер тыңдайды, керек болатын болса, сол жерде жаңағы УЗИ-ға түсіреді, сол жерде нақты диагнозын қойып, одан кейін ол кісілер бізге кардиохирургтарға бізге шығады. Сосын біз ары қарай өзіміз жұмысымызды жасаймыз. Аға, енді естіп жатырмыз, жалпы енді осы ЭКГ, УДЗ деген құралдар бар, аппараттар бар. Енді осы аппараттарды балаларға қолданған қаншалықты дұрыс? Жалпы балаларды осы аппараттарға түсірген қаншалықты дұрыс? Енді бұрын заманда медицинада біз естіп қана білетінбіз құлақпен. Енді қазір медицина дамығаннан осы аппараттарды ойлап тапты. Біз визуально сердце, жүректі көреміз, қаншалықты ішіндегі не болып жатқанын. Ол аппарат сәулемен жұмыс істейді. Ол аппаратта ешқандай зиян жоқ балдарға. Ол аппаратқа түсудің өзінде жаңа дәрігер, өзінің участковый дәрігері сол аппаратқа түсуге жолдама береді. Ол кісі келіп бірінші тыңдайды баланы, баланың жалпы дейді шағымдарын бәрін тыңдайды. Сосын барып жаңағы нақты диагнозды қою үшін ол бізге көмек үлкен. Нақты диагноз қойып беру үшін сол УЗИ сердца дейді, ультрадыбысты зерттеу дейді, соған түсіп, сол жерде нақты диагноз қойылады. Одан кейін ол аппараттан кейін тағы аппараттар бар, ол біздің клиникада тұрған. Ана аппаратта керек жері болады, кейбір жерлерінде өзгерістер болса, оны ендігі аппаратқа түсіретін жолдар бар, енді олар клиникада келіп түсіп, сонда диагностика алады. Қазіргі кезде балалардың арасында қандай ауру белең алып тұр? Қазіргі уақытта жүрек ақауы балдар өте көп. Қазіргі уақытта мен мысалға осы районда, осы Түркістан облысында 5 район дейді. Шардара қаласында болдым, Жетісайда болдым, Келес Абай дейді, сол қалада болдым, Түркістанда, Темірлағында ертең боламын. И бүгін Шымкент қаласында. Сол жерде мен қарадым, 1000-нан жуық бала қарадым. Жүрек ақауында учетта тұрған балдар, тіркеуде тұрған. Соның ішінде қазір 40 балаға ота жасау керек екен. Вот қандай көп екенін көрдіңіздер де, сол балдарға ота керек. 40 балаға. Оның ішінде қалған балдар бар, тағы ақауы бар ішінде, 100 шақты оның ішінде. Олар әлі күтілуде тұрады, күтімде тұрады. Наблюдение дейді. Олар уақытша бізде осы 3 ай, 6 ай сайын күтімде тұрады. Сол балдар келешекте оларда асқынулар көбейетін болса, оларда операцияға болмаса жаңағы ем жүргізіледі. Егер жүрек маманы болғаннан кейін олардың ішінде қазір сол жүрекпен бірге инфекция, қазір енді тұмау деген өте көп қой, грипп деген. Сол екеуі бірге қосылып жүрсе өте қиын. Жүректің ақауымен жаңағы
тұмау, грипп дейді, мына коронавирус деген болды алдында, мына қазір кор деген болып жатыр, қызылша. Вот солар бірге қосылып жүретін болса, жүрек ақауымен, олар өте қиын, ауыр етеді. Олардың өлім жетімі өте жоғары. Ол балдар кетіп қалуы мүмкін. Өйткені себебі жүрек өте әлсіз, жүрек пен өкпе бірге жүреді. Екеуі өте әлсіз болғаннан кейін жаңағы ауру өкпеге шабады, жүрекке шабады. Сосын бұл балдар қиындау өтеді. Осы қазір проблема бізде. Дер кезінде операция жасатпай ол балдар, дер кезінде жаңағы көмекті алмай хирургтардың, сол ақаумен бірге мынау инфекциялық аурулармен қосылып ауырғанда, соның асқынулары өте көп. Аға, енді осы жүрек ауруларын жалпы түбегейлі жеңуге болады ма, немесе бұл енді өмір бойы сол адаммен бірге жүреді ме? Жүрек ақауы Қазақстанда осы 2000 жылдан бастап жасай бастадық қой. 2000 жылдан бастап біз бүкіл балдарға қазір көмектесіп отырмыз. Ол балдар біз қатарлы ретінде адам, біздің қатарымызда олар мектепке бара алады, университетте оқи алады, олар отбасы құра алады, ертең мемлекетке қызмет ете алады. Жұмыс істеуге ол дер кезінде оған операция жасалса, сол кезде ол балдар если асқындырып, операция жасатпай өткізіп алып, операция келген кезде ол біз операцияға дейін уже асқынулардың бәрін алып қойдық. Операциядан кейін бұл асқынулар ұзақ уақыт ол баламен бірге жүреді, өршіп. Сол кезде ол баланы жаңағы айтып атқан жағдай ауырлау өтеді. Дер кезінде жасалса, операциясы уақытылы жасалса, бұл балдар біз қатарлы, енді качество жизни дейді ғой, олардың качество жизни жақсы болады. Олар кәдімгі біз қалыпты өмір сүруге толық мүмкіндіктері бар. Яғни кардиохирург маман ретінде ата-аналарға қандай кеңес бересіз осы жүрек ауруының алдын алу үшін? Енді кеңес беру үшін жаңа мен алдында айттым ғой. Бірінші очередь ата-ана баланы көтерер алдында ответственный болу керек. Ол бала дүниеге келіп жатыр дейді. Ол бала осы өмір сүру үшін, осы өмірде качественный өмір сүру үшін ол балаға біз жағдай жасауымыз керек ата-ана. Жаңағы айтқанда поликлиникаға барып, ата-ана толық обследование өтіп, сосын барып жүктілік болған кезде қатты анасы сақтану керек, сыртқы бөгде заттардан инфекция дейді, тұмау дейді, грипп дейді. Осы салдарынан сақтанып, дені сау бала тууға әбден мүмкіндіктері бар. Енді болады кейде ол балдар туылса, онда ақаумен бізде енді кардиохирургтар онда балдарды аяққа тұрғызуға, көмектесуге біздің толық мүмкіндігіміз бар Қазақстанда. Аға, енді осы жүрек ақаулары, жалпы жүрек аурулары туа бітті пайда болатынын білдік. Енді осы ауру жалпы жүрек елі уақыт өте келе пайда болады ма? Жоқ, ақау негізінде екіге бөлінеді. Туа біткен ақау, жүре пайда болған ақау. Туа біткен ақау деген, ол соның мен мамандымын, ол бала сол ақаумен туылады. Ол сонымен жүрегінің жаңағы анасының бірінші айында жүрегінде сыртқы әсерлердің кесірінен жүрек дұрыс дамымағандықтан тесік пайда болуы мүмкін, жүректің ішінде тарылулар пайда болуы мүмкін, тамырлардың қысылу, тарылу дейді. Бір жүрегінің жартысы өспей қалуы мүмкін дегенде сондай жағдайлар болады. Соны біз қалпына келтіру үшін жұмыс жасаймыз. Енді жүре пайда болды деген сөз, ол біз бәріміз туыламыз, жүрегіміз здоровый дейді жаңағы. Осы жүрекпен туылғаннан кейін ол келешекте әртүрлі жаңағы зиянды әдеттердің кесірінен, соның кесірінен жаңағы питание дейді, одан кейін мынау күйзеліске түскен, одан кейін мынау жаман нәрсе енді бар ғой, адамға зиян келтіретін жаңағы курение, алкоголь дейді, осылардың бәрі жүректің жүре пайда болған ақауына келуі мүмкін. Ол нәрсені хирургтар, үлкен жаңағы взрослый хирург дейді, сол мамандар онымен заниматься етеді. Біз жүрекпен туған балдарды, туа біткен ақауларды операция жасаймыз, көмектесеміз. Аға, енді статистикаға тоқталып өтсек, осы алдыңғы 2024 жылы қанша бала ота жасалды және қанша бала осы аурудан айығып кетті? Енді есептеуіміз бойынша біздің жылына Қазақстанда 3 мыңға жуық балаға операция жасалады. 3 мыңға жуық, соның
2000-ға жуығы Астана қаласында жасалады. Біздің центр ұлттық ғылыми орталықта 1000-ға жуық. Сосын тағы екінші центр. Қалғандары осы Алматы қаласында, Ақтөбе қаласында сол 3000-ға жуық балаға операция жасалады. Ол жылына сондай балдар туылады. Аға, енді осы орталық жалпы шет елдермен тәжірибе алмасу жұмыстары қалай болып жатыр? Енді шетелмен айтсам, негізінде мен өзім осы клиникада 2011-ден бері жұмыс істеймін ғой. Сол жерде мен Корея қаласында оқып келдім 2 жыл. Оңтүстік Корея қаласында, Сеул қаласында балалар кардиохирургиясы туралы 2 жыл сөрде білім алдым, тәжірибе алдым. Біздегі дәрігерлердің барлығының білімдері шетелдік. Қасымдағы дәрігерім мысалға Бакулевский центрде 2 жыл, 5 жыл оқыған дәрігерлер басқа центрде. Жыл сайын біз сол шетелдегі дәрігерлермен, біз енді оқыған екеуміз жердегі дәрігерлермен біз араласамыз, сөйлесеміз дегендей. Сосын біз жаңадан нәрсе көрсек, сол жерден барып көреміз, үйренеміз, олар бізге келеді. Біз оларға барып, ол тәжірибе алмасып, қазіргі жасап жатқан операцияның бәрі мирдағы, өмірдегі осы дүниежүзінде болып жатқан операциялар Қазақстанда болып жатыр деуге болады. Ол жердегі операция мен біздің операцияның разницасы жоқ. Сол жерде жасалып жатқан операция, ол бізде жасалып жатыр. Оның бәрі сол тәжірибенің арқасында бір-бірімізді алмасып, тәжірибе алмасып, бір-бірімізбен жаңағы ақылдасып, ол центрмен біз 24 сағат телефондамыз қазір. Телефон қолжетімді, бәрі бар, интернет бар. Біз 24 сағат олармен телефонда отырамыз, хабарласып, бір-бірімізге тәжірибемізді бөлісіп отырамыз. Аға, енді жалпы осы Қазақстандағы кардиохирургия саласы едәуір дамығанын бәріміз білеміз. Енді осы сіздердің орталықтарыңызға шет елден немесе басқа өңірлерден келетін науқастар бар ма? Иә, шет елден келетін бізде енді мынау Орта Азия деді ғой, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Тәжікстаннан келіп жасалатын балдар бар. Былтыр мысалға бізде болды операциялар, Өзбекстаннан келді. Біз ол балдарға операцияның ол жерде ол балдарға отказ берген балдар бар, жасамаймыз деген балдар бар. Мысалға сол балдарды біз жасаймыз операция. Олар өздері алып келіп, әке-шешелері сол операцияны бізге жасатады, біз оны жасап береміз. Сол операцияларымыз сәтті өтіп жатыр. Енді оны біз, конечно, олардың арасында санағанда біздің енді кардиохирургия өте қатты дамыған. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір біз бүкіл Қазақстанның балдарын тегін, мемлекеттің арқасында тегін, жаңа ОСМС дейді ғой, соның арқасында біз балдарды қай бала болса да барлығы тегін операциясын жасап аяққа тұрғызып жатырмыз. Жалпы сіздер тегін консультациялар өткізіп жатырсыздар, яғни осы Шымкент пен Түркістан аралығында болып жатыр екен. Жалпы осы консультациялардың деңгейі қаншалықты маңызды, және де тағы да қосымша айтып кететін болсақ, басқа қай жерде де өткізесіздер деген секілді алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер. Енді бұл ұлттық ғылыми медициналық орталық, біз енді осы командамен дейді ғой, мен қасымда кардиолог дәрігерім бар. Мен бір өзім емес. Сол кісімен біз осы Түркістан облысына дүйсенбі күні келдік. Біз осы 5 облыстың ішіндегі райондар бір қалада, Шымкент қаласында өткіземіз. Басында біз Абайда өткіздік, келесте Шардарада өткіздік, Жетісайда өткіздік, Темірланда өткіздік. Бүгін Шымкентте өткізіп жатырмыз. Ертең сенбі күні біз Темірлан қаласында өткіземіз. Енді бұл шара бұрыннан келатқан шара. Мен 2014 жылдан бері Түркістан облысында осы балдарды жылына 4 рет келіп қараймын. Есептейтін болсаңыз 11 жылдай болды. 11 жылдай мен осы Түркістан қаласының ішіне кіріп, бүкіл балдарды. Одан бөлек біз Ақтау қаласы, Атырау қаласы, басқа облыстардың барлығына барамыз. Осындай тегін консультация жүргіземіз. Соның арқасында біз қаншама балдарды аман алып, аяққа тұрғызып жатырмыз. Енді ақау туралы, енді бұл жерде жаңа туу көрсеткіші өте жоғары ғой. Оңтүстікте туу көрсеткіші өте жоғары. Мысалға Ақтау, Атырауда саңыз өте аз. Бұл жерде туу өте көп. Соған байланысты ақаудың саны да көп болады. Туған баланың санына байланысты онда ақаудың да саны көп. Бұл жерде жаңағы мысалға Жетісайдың әке шешесі
ол Астанаға барып біздің консультациямызды алып сол жерде біздің УЗИге түсіп келудің өзі қаншама қаражат. Сол қаражаттың бәрін біз әке-шеше шығармасын деп біз осы жерде Жетісайдың өзіне барып, қаланың өзінде емес Шымкентте, Жетісайдың өзіне барып сол балдарды біз қарап, сол жерде біз нақты диагнозын қойып, сол біз жаңағы жергілікті дәрігерлерге көмек ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Ол баланы қалай ары қарай емдеуге болады? Ол баланы Астанаға келудің қажеті бар ма, қажеті жоқ па? Қажет болса біз ол балаға нақты күнін береміз, сол күні келіп операциясын жасатып, обратно қайтады. Сонда біз ол балдарға ойлап отырмыз, үлкен жеңілдік жасап отырмыз деп, ары-бері жүрмеу үшін. И тегін консультация тағы біріншіден бәрінің қолы жете бермейді ғой енді барып келуге. И анау жүрек ақауымен болып жатқан балдардың бәрін біз қазір выявляем. Қандай балдар жүрек ақауымен учетта тұр. Кейбір жерде барамыз, ол балдар бірінші рет біліп жатқандар бар. Жүрек ақауы бірінші рет, мысалға мен барып қарағанда, ол балдар біз кішкентай нәрестелер. Олар бізге туылған нәрестелерді алып келеді. Мысалға, кеше 2 күн, 3 күн бұрын туылған нәрестені ол Шымкентке УЗИге түсу керек. Ол Шымкентке ары-бері жүрмеу үшін біз сол жерде түсіріп, УЗИге түсіріп, сол жерде УЗИда мен дәрігерім бар, УЗИ түсіретін кардиолог, сол кісі УЗИге түсіріп, сол жерде біз нақты диагнозын қойып, ол баланың біз сол жерде мәселесін шешіп кетеміз. Енді соңғы сұрақ болсын. Жалпы осы сіздердің қай күні, қай өңірге баратындарыңызды, қай өңірге барып кеңес беретіндеріңізді халық білу үшін қандай сайттарға немесе қандай әлеуметтік желілерге кіріп іздену керек? Енді біз келердің алдында біз оны облыс басқармасына хат жазамыз. Облыс басқармасына біз осындай больницада, ауруханада өткіземіз деп. Сол күні ол хат жаңағы кардиологтарды, тұрғылықты больницаның кардиологтарына сол хат түседі. Ол хаттан ол кардиологтар учетта дейді ғой тұрған балдарды, подозрениесі бар балдардың бәрін жинайды сол күні, барып қарайтын күні. Екіншіден енді анау учетқа тұрмаған балдар бар, білмейтін балдар бар. Оларға біз әлеуметтік желіге, мысалға сіздің телеканалдарыңыз арқылы, ол да көмек үлкен қарайды. Қазір көріп, ендігіде олар айтады, осы кісілер келеді екен, осындай бар екен деп. Сол сияқты біз қазір Instagram жүйесіне салып жатырмыз, Facebook дейді. И осындай сіздер сияқты каналдардың арқасында ойлап отырмын, балдардың бәрі көріп, жаңағы консультациямызды алады деп ойлаймыз. Рахмет аға, бізге келіп сүбелі сұхбат бергеніңізге, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, керемет кеңестеріңізбен бөліскеніңізге, енді жалпы қала халқына және қазақ халқына таңғы жылы лебізіңізді білдіріп өтсеңіз. Енді бала ауырса білесіздер ғой, енді ата-ана деген жаны шығып кетеді. Бала ауырған кезде ол дүниеде бәрін төңкеререм дейді ғой. Сол сияқты балдарымыз аман болсын, балдарымыз тек аман, дені сау болсын. Сол ұрпақтарымызды аяққа тұрғызу үшін жұмысымызды жасай берейік. Енді мемлекет қарап отырсаңыз бүкіл жағдай жасап берді, осы балдарды аяққа тұрғызыңдар деп. Операциясында емін тегін жасауға жағдай жасап берді. Сол үшін Қазақстанның балдары аман болсын деп жұмыс істей берейік, еліміз тыныш болсын, аман болайық. Рахмет аға, бізге келіп сүбелі сұхбат бергеніңізге, сізге шығармашылық табыс, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық және де жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет.